Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен шәкірт онлайн мектебі. Бүгін бізде дүниетану сабағы. Мен Жазира Бейсенбай қызы. Күндей күлімдеп, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай тазан көңілмен бүгінгі сабағымызды бастайық. Балалар, біз өткен сабақта денсаулығымызды қалай күту керек, қалай сақтау керек, дене шынықтыру жаттығулары туралы өткен болатынбыз. Бүгін сол денсаулық туралы тақырып жалғасады және тазалық, денсаулық кепілі деген тақырыпты бүгін өтетін боламыз. Яғни, әрбір адамның жеке бас гигиенасы, киімінің тазалығы, дене тазалығы оның денсаулығының кепілі болып табылады. Неліктен деп ойлайсыздар, балалар? Себебі біздің денемізде, киімімізде әртүрлі вирус пен бактериялар жүретін болса, біз ауруға шалдығып қалуымыз мүмкін олардың септігінен. Балалар, әрбір адамда қандай өз гигиенасына арналған жеке заттары болады деп ойлайсың? Суретке назар аударайықшы. Ең алдымен біз тіс щоткамыз әркім өзінікі жеке болу керек екен. Әрбір адамның шаш тарайтын тарағы жеке болу керек екен. Сабыны, сүлгісі, айнасы, барлығы адам гигиенасын сақтауға арналған құралдарға жатады екен. Балалар, жұмыс дәптеріміздің 57-ші жұмыс парағын ашайықшы. Сол жерде бізге өте қызықты бір тапсырма берілген. Сен суретшісің деп аталады. Бұл жерде тек қана суретшілік өнерді ғана емес, өзіміздің қиялымызды да қолданамыз. Себебі бізге беріліп тұрған тапсырма сабынның сыртқы қорабын және тіс пастының сыртқы қорабын өзіміз қиялымыздан ойлап, жаңа бір түрін ойлап шығаруымыз керек. Сен қандай тіс пасты мен сабынды ойлап тапқың келеді? Олар қандай кезде адамға зиянсыз, пайдалы болады? Және сыртына қандай адамға ескертпелер жазып қойғың келеді? Оның атауы қандай болмақ? Осының барлығын әркім өз қиялына сүйеніп жасайды. Жарайды, балалар. Іске кірісейік. Балалар, аяқтадық па? Жарайсыңдар. Өте керемет, әдемі болып шыққанына сенімдімін. Және өте түрлі түсті, сондай керемет көз тартатындай деп ойлаймын. Маған кері байланыс ретінде суреттеріңізді жіберіңіздер. Балалар, 83-ші бетінде кітабымыздың гигиена сақтау ережелерін құрастырарлықтай бір суреттер берілген екен. Осы суреттерге қарап, әр адам өзіне арналған гигиена сақтау ережелерін жазып және онымен басқалармен бөліссе. Қанекей, кеттік па? Бастайық. Балалар, ережені құрастырдық па? Өте керемет ереже шықты деп ойлаймын. Онымен өз достарыңмен, ата-анаңмен, бауырларыңмен бөлісіп қой. Әркім тазалық, денсаулық кепілі екенін біліп, өз гигиеналық заттарды, қандай заттар екенін, қалай ұстау керек, барлығын біліп жүрсін. Достым, ендеше бірге, спортшымен бірге сергіту жаттығуын жасап алайық. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, cause this is Africa. Егер бір сергіп қалсақ, онда әр қарай кеттік. Балалар, сендер білесіңдер ме? Ертеректе сабынды неден жасаған? Ертеректегі адамдар өз жеке бас гигиенасын сақтау үшін, тазалық жұмыстарын жүргізу үшін қандай құралдар қолданған? Сол туралы бізде қызық ақпарат беріліпті. Ежелгі адамдар
аң сүйектерінен, өздерінің жеген малдың сүйектерінен қайнатып, ұзақ қайнатып, кемік майы шыққанша қайнатып, сол майды алып, ол жерге алабұта деген шөптің күлін қосады екен. Ол шөпті өртеп, және оның күлін жаңа кемік майына араластырып, кереметтей мынадай сабындар жасап шығарады екен. Сөйтіп, ертеректе осыған дейінгі адамдар сондай сабындарды қолданып, өз гигиеналарын сақтаған екен. Балалар, қандай керемет, е? Біз үй жағдайында да сабын жасауға болатын сияқты. Келесі тапсырма жұмыс дәптеріміздің 58-ші жұмыс парағында. Бізге осы жерде бос орынға қажетті сөздерді жазуымыз керек. Бәріміз бірге жасаймыз ба? Ал ендеше кеттік. Дене мен киімді дұрыс айтасың. Таза ұстау бұл бас гигиенасы. Тазалық денсаулықты дұрыс айтасың, сақтауға көмектеседі. Әр адамның жеке бас гигиенасына арналған өз заттары болуы тиіс. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Өте дұрыс. Келесі тапсырма бізде жеке бас гигиенасына арналған заттарды әдемі етіп бояуымыз керек. Біз өзіміздің жеке бас гигиенамыздың заттары қандай еді, түстері, түрлері қандай еді, соған ұқсатып, әдемі етіп бояйық. Ал ендеше кеттік. Балалар, аяқтадық ба? Өте әдемі болып шыққанына сенімдімін. Ал ендеше кел балалар, бірге жұмбақ шешейік. Мен сендерге жұмбақ жасыратын болам, сендер жауабын табыңдар. Соңында дұрыс жауаптарын да айтатын болам. Және де бұл жұмбақтар жеке бас гигиенасына қатысты екенін ұмытпаймыз. Ертемен күндесен, қолыңа сүйкесең, кетер кірласың, тап-таза боласың. Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Ойланайықшы. Дұрыс таптың, бұл сабын екен. Келесі жұмбақ шомылған баланы аймалап алады, сүртеді қолыңды, сүртеді денеңді. Бұл не? Балалар, бұл не екен? Ойланып көрейікші. Дұрыс. Бұл сүлгі екен. Өте оңай, Келесі жұмбағымыз ендеше. Қолы жоқ, сөзі жоқ. Бірақ та тісі бар. Басымен ісі бар. Бұл не екен, балалар? Тістері бар өзінің. Елестетіп көрейікші. Не нәрсенің тісі бар, сөзі жоқ. Қолы да жоқ. Бірақ біздің шашымызбен, басымызбен ісі бар екен. Балалар, тауып қойдың ба? Дұрыс айтасың, бұл тарақ екен. Тарақтың яғни тістері бар. Келесі жұмбағымыз. Иілсең иіліп, түйілсең түйіліп, қарайды кісіге, ұқыпты ісіне. Бұл не деп ойлайсың? Ойланып көрейікші, балалар, біраз кішкене қиындау ма мына жұмбақ? Иілсең ол да иілет, түйілсең ол да түйілет. Қарайды, біз қарасақ ол да қарайды. Бұл не? Бұл айна екен, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Жұмбақтар өте қызықты болды ма? Ендеше әрі қарай кеттік. Балалар, сіздерге бір қызықты үй жағдайында орындайтын қызықты тапсырма беріліп тұр екен. Әркім өзіне арналған бет орамал, қол орамал жасауға болады екен. Ол үшін анамыздан көмек сұрауымыз керек, әрине. Белгілі бір матаны алып, анамыздың рұқсатымен, әрине, 4 бұрышты етіп қиып, оған неше түрлі әсемдеп мойыншақтар тіксек те болады, әдемі болып шығады, кестелер жасасақ та болады. Солай әркім өзіне бет орамалын жасап ала қойыңдар. Қандай керемет, Және де бет орамалы да әр адамға өзіне тиесілі жеке гигиена құралына жататынын ұмытпаймын. Балалар, осымен
бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнады деген ойдамын. Әрдайым тазалық сақтап, денсаулығымыз мықты болуын қадағалайық. Сау болыңыздар.